Фермерлерге ауызша шенеуніктердің айтуымен 204 теңге, ал енді анаумен 210-220 теңгемен барады. Көктемде баға өспейді. Тамыз айында өсетін. Қоғылардың әрекеті ме? Жоқ, енді сондай ойым болады. Кейде мақтанамыз. Қасқырдан кейін екінші біз дүние жүзінде ет жеумен. Біз екіншіде емес, тіпті бесіншіде емес. Сіз бен біздің жалақымыз емес пе? Өкінішке қарай. Кейбір ауылдарда бір жанұяларды көрдім. 2 ай, 3 ай ет көрмеген. Ауылдық жерде. Мен енді Ербол Қарашөкеевті шыны керек 2007-тен бері танимын. Екеуміз қатар жұмыс істегенбіз. Дәнді дақылдар. Біз 22-24 миллион тонна өндіреміз дейді. Шын мәнісінде келгенде 16-17 миллион тонна. Елімізде инфляция өршіп тұр, оның ішінде азық-түлік бағасы тіпті шарықтап кеткен. Ал сарапшылардың айтуынша, Қазақстанның байтақ даласы 20 миллион емес, тіпті 400-500 миллион адамға дейін қамти алады. Бұндай пропорцияны аражігін қалай түсінуіміз керек, оны біз сарапшыдан сұрап көргіміз келеді. Бүгін біздің студиямызға агроном ғалым Төлеутай Рахымбеков ағамыз келіп отыр. Аға, студияға қош келдіңіз. Саламатсыздар. Өзіңіз мен айтып отқан мәселені жақсы білесіз. Бізге толығырақ түсіндіріп, аражігін ашып айтып берсеңіз. Бізде азық-түліктің бағасының қазір қандай деңгейде тұрғаны жақсы білесіз. Үкімет оны тежей алмай отыр. Ұлттық банктың өзі бірнеше рет базалық мөлшерлемені көтеріп инфляцияны түсіргісі келсе де, одан керемет нәтиже бермей жатыр. Сіздің ойыңызша тығырықтан шығатын жол бар ма? Тағы да айта кетейін, саламатсыздар. Ең әуелі өздеріңізге шын жүректен шексіз рахметімді айтқым келеді. Осы студияларыңызға шақырып, осындай сұхбат ұйымдастырып, осындай сұрақ қойып отқандарыңызға. Шынымен мына азық-түлік тауарларының бағасы бұл бүкіл халықтың көкейінде жүрген ең бірінші орында тұрған мәселелердің бірі деп мен өзім есептеймін. Енді кешегі ғана үлкен сайлау өтті, бір емес 3 сайлау өтті. Президентімізді сайладық, сенатты сайладық, одан кейін мәжілісті депутаттарын сайладық, мәслихат депутаттарын сайладық. Сол жерде халықпен кездескенде халықтың бәрінің ең бірінші көтеретіні осы. Ол да түсінікті. Мысалы, енді баспана үй, ол да әрине мәселе, бірақ ол баспанасы да шыдауға болады. Дәрі-дәрмек, денсаулық сақтау саласы. Оны да шыдауға болады, мысалы. Құдай бір жөнін берер деп, мысалы, ақша жетіспей жатса. Ал енді қарын ашса, ол еш нәрсеге шыдауға, ешкімнің адамның әлі жетпейді. Күніне тамақ ішу керек, тіпті қолдан келсе күніне ең аз дегенде 3 мезгіл тамақ ішу керек. Енді бірінші қажеттілік қой былайша. Ең бірінші қажеттілік осы. Сондықтан бұл мәселе әрине қазіргі жағдайда өшігіп тұр деп дұрыс айтасыз. Енді жаңағы айтып отқан неге осы үкіметтің, шенеуніктердің осы қолданып отқан шараларының барлығы нәтиже бермей отыр деген сұрақ қой былайша келгенде. Өкінішке қарай бұл жаңағы қолданып отқан шаралардың барлығы бұл мәселенің себептерімен емес, салдарымен күрес. Жаңағы административтік, жаңағы күшпен, бағаны ұстап алу, дүкендерді аралау, жаңағы мәселе ода емес. Мәселе жаңағы неге баға өсіп отыр, соның себебімен күресу. Ал енді бағаның өсуіне не себеп болып отыр? Менің ойымша 3 себеп бар. Алдын ала айта кетейін, мен өзім мына азық-түлік нарығын зерттеп, байқап, бақылап, қарап жүргеніме 30 жылға жуық болды. Енді 93-94 жылы Жезқазғанда мысалы бизнеспен айналысып жүргенде одан бастадым. Енді әрине бизнеспен айналысқаннан кейін азық-түліктің бағасын қарайсың, қайсысы өсіп жатыр, қайсысы немен айналысу керек, нені әкеп сату керек дегендей. Одан кейін ғылыммен айналыстым, онда да көрдік. Одан кейін мына мемлекеттік органдарда жұмыс істедім, ауыл шаруашылық министрлігінде. Соның ішінде стратегия департаментін басқардым. Одан кейін тіпті ауыл шаруашылық өнімдерінің нарықтарын реттеу департаментін құрып, ол өзімнің ұсынысым бойынша. Неге десеңіз, бұл азық-түлік ауыл шаруашылық өнімдерінің нарықтарын реттеу өте күрделі мәселе. Сондықтан осындай мен ұсыныс жасадым, оны қолдады, осындай департаментте болған бізде ауыл шаруашылық министрлігінде. Соған қазір енді сұрағыңызға тікелей жауап бере кетейін, 3 себеп бар. Қазіргі кезде Қазақстанда бұл бағаның өсуіне байланысты себеп болып отырған. Біріншіден бұл статистика. Бізде көбінесе ақпараттың бәрі жалған.
статистика. Енді ең бірінші бастайық, мына дәнді дақылдар. Біз 22-24 миллион тонна өндіреміз дейді. Шын мәнісіне келгенде 16-17 миллион тонна. 6-7 миллион тонна ол қосымша қолмен жазылған нәрсе. Ал енді ол бұлай біздің ішкі нарыққа қатты әсері жоқ. Бізге жалпы ішкі нарыққа керегі 8 миллион тонна дәнді дақыл. 2 миллион тұқым, 3 миллион тонна мал азығы, 3 миллион тонна адамның жаңағы тұтынатыны. Нан, ұн, макарон заттары, басқалары, мысалы 8 миллион тонна. О жағынан енді қорқыныш жоқ. Бірақ енді осы жерден әрі қарай созып кетпестен бұрын мына мәселені айтып жіберіңізші, қолмен жазатын. Бұл кім қолмен жазады және не үшін қолмен жазады? Неге соны әшкерелемейді? Енді ең бірінші бұл жерде әкімшіліктер. Енді оны да айтып кеткем, айтып жүрмін. Ол әрине жаңадан келген әкім, аудан әкімі болсын, облыс әкімі болсын, ол алдындағы болған өзінің әріптесінен кішкене асып түсу керек. Сосын өсім көрсету керек. Енді жылдан жылға қарай тіпті 3-4 жыл отырса да бекер отырған жоқпын. Бір 5-6% қосып отыру керек. Енді ауыл шаруашылығында 80% өнімді өндіретін майда шаруашылықтар, оның ішінде майда шаруа қожалықтар және отбасылық шаруашылықтар, әлгі қосалқы шаруашылықтар дейді ғой. Солар 80%. Енді олар тіпті бір міндетті түрде жаңағы жауапкершілігі жоқ. Статистиканың барлығын сырттай жаңағы мамандар өздері жинай салады. Жобалап, жаңағы мөлшерлеп, пәленше өндірілді деп. Сомен осыған байланысты. Келесі жаңағы екі қалған. Екінші мәселе бізде ауыл шаруашылық саласында инфрақұрылым дамымаған. Енді жалпы ауыл шаруашылығында бізде жаңағы егіншілік шаруашылық бар дейді, мал шаруашылық бар дейді. Үшінші сала бар. Инфрақұрылым. Бұл қызмет көрсету саласы. Осы егерде жаңағы статистиканың мәліметтерінің өзіне сүйенсек, Қазақстанда осы жақын осы өткен жылда ғой деймін, 8 триллион теңге жалпы ауыл шаруашылық саласының өнім көлемі. 8 триллион. Соның ішінде қызмет көрсету саласының үлесі 12 миллиард теңге. Пайызға шақсаңыз 0,15%. Ал дамыған мемлекет, тіпті орташа мемлекеттердің өзінің тәжірибесіне сүйенсек, қызмет көрсету саласының үлесі ең кемінде 30-35% болу керек. Бұлайша айтқан кезде қазіргі біздің қызмет көрсетіп отырған саланы біз 200 есе арттыруымыз керек. 4,15%-дан біз 30%-ға дейін жеткізуіміз керек. Ол дегеніңіз сонда жаңағы өнімін жеткізіп беру, әкеліп беру. Иә, бұның барлығы бұл инфрақұрылым жаңағы қызмет көрсету саласы деген өзінің 5 функциясы бар. Біріншісі өндірілген өнімді өткізу, көмектесу. Жаңағы шаруадан алып, оны сақтау, бастапқы өндеу, бастапқы ол қайта өндеу емес, бастапқы өндеу, мысалы тазалау, жуу, салқындату, мысалы сүттің өзін сауылғаннан кейін ол тасымалдаудан бұрын тіпті ауылдан шығардың алдында 4 градусқа дейін салқындатылу керек, технология бойынша. Мен өзім 7-8 жыл сүтпен айналысқан адаммын, білем оны. Етті да, мысалы, мал сойылды ма, етті ең бірінші қалаға шығарардың алдында енді кез келген адам да біледі. Егерде шілденің ыстығында етті сойып өтімен малды сойып алып, қалаға 200 километр жерге алып кетсеңіз, борсып кетеді ғой. Дәл сондай көкөністі, жеміс жидекті, барлығы сондай салқындатылу керек. Осы бастапқы ол бір. Жаңағы жинап алып, бастапқы қайта өндеу, тазалау, жуу, сорттау, одан кейін оны керек болса жаңағы тарасына салу, жаңағы жәшіктеріне бөлшекті салқындату, жаңағы бұл бірінші функциясы. Екінші функциясы керісінше тауар өндірушілерге жаңағы өндіріске керек тауарларды жеткізу. Жанар жағар май, тұқым, мал басы, мысалы, тыңайтқыш, пестицид, тағы да енді не керек? Техника, бөлшектер, саймандар, мысалы. Осының баратын бір әкпеп беру керек. Енді бір 5-6 гектары бар майда шаруа немене сандалып қалада дәл сол бөлшектерді іздеп жүрсе, жарты уақытын соған өткізсе, ауылдағы малын кім бағады? Осының барлығы үйіне дейін, даласына дейін, фермасына дейін әкеп беру керек. Жаңа инфрақұрылымның қызметі. Үшінші қызметі қызмет көрсету таза. Мысалы ветеринария, малын біреу қарап беру керек қой. Өсімдікті қорғау. Ол да бір арнайы жұмыс қой, мысалы.
механикаландыру. Мысалы 1-2 гектар жері бар шаруаға трактор не керек өз басына. Осының барлығын жаңағы қызмет көрсету керек. 4-ші білім тарату, ақпарат тарату. Неге десеңіз, ауыл шаруашылық саласының өзі бір жыл сәйкес келмейді. Биылғы жылғы қолданған мысалы тыңайтқыш келесі жылдың ауа райына сәйкес келмеуі мүмкін. Біз осыны да есепке алмаймыз ғой. Одан кейін қай кезде суару керек, қай кезде жем беру керек, қай кезде шөп беру, қай кезде тыңайтқыш салу керек, қай кезде мысалы культивация жасау. Осының бәрін білім тарату. Одан кейін ақпарат. Мысалы нарықтарда қандай баға, қай өнімге, келесі жылы қандай болжам бар. Осы жоқ қой. Мысалы қазір пияздың да жағдайы осындай болып отыр ғой. Ол биыл болып отқан жағдай емес. Ол анда-санда қайталанып тұратын. Мен мысалы есімде 2003-2004-те жаңағы ауыл шаруашылық министрлігінде жұмыс істегенімде. Бір жылы пияз жоқ болып кетті. Сол жылы пияздың бағасы алмадан артық болып өсіп кетті. Келесі жылы бүкіл шаруалар пиязға кірісіп кетті де, пияздың бағасы тіпті тиын болып кетті. Міне, ақпараттың жоқтығы. Осыны болжап отырып, мен айналысып отқан шаруа қожалықтарына басқасына ақпарат жеткізіп айтып отыру керек. Келесі жылы осымен емес, мынаумен айналысқан жөн. Мынадан пайда көбірек көресіңдер дегендей. Бұл 4-ші сала. 4-ші міндеті, жаңағы инфрақұрылымның. 5-ші міндеті бұл мемлекеттік қолдау шараларын жеткізу. Қайтадан айтам, шаруаның үйіне дейін, шаруаның қорасына дейін, шаруаның даласына дейін жеткізіп беру керек. Бізде керісінше қалай? Шаруа қожалықтарын айтады, ал мына субсидияны алыңдар дейді, сосын кетеді біздің шаруа аудан орталығын аралап, облыс орталығын аралап, құжаттарын жинап, жаңағы өзіне керек ақшаны енді жүгіріп алмай ма? Дұрыс қой, енді соған мен айтып отырмын ғой. Ауыл шаруашылық саласының ерекшелігін ұмытамыз. Ол күніне 24 сағат қарап отыру керек қой. Егер де жарты уақытын конторда аралап, құжат жинап жүрсе сандалып, ауылдағы малын кім бағады? Ауылдағы егінін кім қарайды? Ал егер де соған жаңағы инфрақұрылым соның барлығын өзіне жеткізіп әкелсе, не қиыншылығы бар. Ал ауыл шаруашылықпен айналысып отқан тауар өндірушінің бір-ақ міндеті болу керек. Ол ауыл шаруашылық өнімін өндіру керек. Болды. Басқасының бәрінің басын ауыртпау керек оның. Осындай жағдай жасау керек. Өзіне керек ақшаны мемлекет жағдайын жасап берсе, мемлекет жағдайын жасаған деген түсінік қалай енді? Жергілікті ауданға дейін ақшасын әкеп берсе, құжатын жинап, өзінің керек ақшасын алып кетуге шамасы жетпей ме? Жоқ, енді ауданға дейін әкелсе, кім кедергі болып отыр? Ауылға дейін әкеп беруге. Егер де сондай инфрақұрылым болса, сондай қызмет көрсету саласы болса, ол дегеніміз кооперацияның арқасында. Біздің ауылдағы шаруалар қазір махинацияның түр-түрін меңгерген. Шаруа деп барады, неше түрлі құжатты қолдан жасатып, мысалға кредит, болмаса жеңілдетілген несиені алып кетуге. Енді ондай жоқ емес деп айтпаймын. Бар, бірақ бүкіл 300 мыңға жуық ұйымдастырылған тауар өндірушілер, одан кейін 1.600.000 қосалқы шаруашылықтар, жаңа отбасылық шаруашылықтар барлығы сондай махинациямен айналысады деп қара жағуға болмайды. Әрине, аферистер де бар ішінде, бар. Ол сіз айтпауға болмайды. Ал бірақ жаңағы инфрақұрылым, мен айтып отырмын ғой. Егер де бүкіл сол тауар өндірушілер әрқайсысы мысалы осындай кооператив құрып, бұрын мен сізге айтайын, кеңес заманында бұл инфрақұрылым болған. Біз ұмытып кеттік ол туралы. Райсельхозтехника болды ма? Болды. Оның міндеті немене еді? 2 міндеті барды. Мен өзім жұмыс істегем 2 жыл. Институтты бітіргенде, ауыл шаруашылық институты бітіріп келгеннен кейін. Біріншісі жаңағы техникасын жөндеп беру, екіншісіне тиісті тауарды әкеп беру. Жаңа бөлшектерді, техниканы, тыңайтқышты барлығы. Екінші сельхозхимия болды ма? Болды. Арнайы жаңағы егіндердің барлығын қорғау жұмыстарына айналысады. О кезде мен сіздерге естеріңізге сала кетейін. Ірі совхоздар болды. Кеңшар дейміз ғой. Ірі ұжымшардар болды. Мен оларды аграрлық зауыт деймін. Қандай техникасы болды, қандай мамандар болды. Соған қарамастан мемлекет жаңағы инфрақұрылымды жанына қосып қойды. Солар керіп, арнайы жұмыстарын істеп қызмет көрсететін. Ал қазір бізде бұрын сол кезде 2200 кеңшар мен ұжымшар болады. 2200 бүкіл Қазақстанда. Қазір бізде 300 мыңға жуық тауар өндіруші.
Демек, ал енді Қазақстанның көлемі өсіп кеткен жоқ. Сол көлем ғой. 150 есе асып кетті саны. Сонда көпшілігі майда. Енді сол майданың барлығы, мысалы, оған мал дәрігері жоғарғы білімі бар, әрқайсысына не керегі бар? Ал малына қарап беретін, қызмет көрсететін керек қой. Соның барлығын жаңа айтқаным, ол кезде мемлекеттік тарапынан болған бұл инфрақұрылым. Қазір керісінше астынан бастау керек. Жаңағы шаруалардың барлығы өздері бірігіп, кооператив құрып, содан кейін соған тапсырыс беру керек. Сен маған мынаны істейсің, мынаны істейсің, мынаны істейсің. Ол дегеніміз кооператив дегенде көпшілік, біраз адамдар түсінбейді, шенеуніктердің өздері түсінбейді. Өткен шақырылым депутаттардың біраз түсінбейтін. Маған айтатын, сен қайттан колхоз ашпақшысың ба деп. Кооперативтің өз түрі бар. Өндірістік кооперативтер бар. Жаңағы жерін біріктіріп, малын біріктіріп, бірігіп жұмыс істейтін. Біздің айтып отырғанымыз қызмет көрсету, тұтыну кооператив. Бұл жерде бірігіп керек жоқ. Олар біріккенде жаңа ұйымдастырушы, құрылтайшы болады да, тағы да қосымша бір заңды тұлғаны тіркейді, кооператив ретінде соған тапсырыс береді. Жаңағы 5 функцияны. Сен менің өнімімді алып кетесің, өткізесің, сен маған товарды әкелесің, маған қызмет көрсету жағдайды жасайсың, ақпаратты әкеп бересің, мемлекеттік қолдау шараларын маған жеткізіп бересің осы жерге деп. Мені мемлекеттік қолдау саясаты дейміз да, аға. Мемлекетіңіз қазір жанар-жағармайдың бағасын көтеріп жатыр. Саясатты бұру керек дейсіз да, ауыл шаруашылығына қалыптастыру керек, оң көзқарасты алып келемізді, міне 12 сәуірден бастап тағы бағаны көтерейін деп жатыр. Ол бір-біріне қарама-қайшы емес. Енді біз жалпы объективті бүкіл Қазақстанның экономикасын, тіпті бүкіл дүние жүзінде болып жатқан жағдайдың бәрін есепке алуымыз керек. Енді біз соның жалғыз бір Қазақстанның ауыл шаруашылығын есепке ғана алмай, жалпы Қазақстанның экономикасының жағдайы қалай, мына көрші мемлекеттердің жағдайы қалай, жалпы дүние жүзінде жалпы жағдайы қалай, соның бәрі, оның барлығы Қазақстанның ауыл шаруашылығына әсер етеді ғой. Сондықтан оларды бізге еске алмай жұмыс істей алмаймыз. Енді бүгін бағаның мына жанар-жағармай, оның ішінде енді мына дизель отыны, соның бағаның өсу себебі. Ол ішкі қолдан жасаған нәрсе емес. Бұған әсер етіп отырған мына көрші елдердегі бағасы. Мысалы, Ресейде біздің бағаға қарағанда 1,5-2 есе қымбат. Қырғызстан болсын, Өзбекстан болсын, Өзбекстанда тіпті 3 есе қымбат. Бізде 220, 230, 240 теңге болса, дизель отынның 1 литрі. Өзбекстанда 667 теңге біздің теңгеге шаққанда. Әрине, одан кейін енді ол да дұрыс шығар, енді пайда көргісі келетін адам, ол кәсіп қой. Енді біз саудагер дейміз, басқа дейміз. Тіпті ана үлкен мәшинелердің астында 1 тонналық, 2 тонналық не жасап алып, жаңағы біздің жанар-жағармай станцияларына келеді, ақшасын беріп, толтырып алады, жаққа өтіп кетіп, пайдасын көреді. Енді соған тоқтау қою керек. Тоқтау қойғанда енді бізде жалғыз Ресеймен 7,5 мың километр шекара бар. Әр 100 метрге бір солдат қойсаңызда 750 мың солдат керек. Жете ме ол? Жетпейді. Енді олдан нарық заманына да тіпті сәйкес келмейді. Жалғыз, егерде біз бүкіл мемлекеттік қолдаумен соның барлығын қарамастан жанар-жағармайды шығара берсек, ол шетелге кете берсе арзан бағамен, сосын не болады? Біздің шаруалар қайтпек керек қазір? Олар мысалы жыл сайын қымбатшылыққа менің ұсынысым, ол былтырда осындай ұсыныс болған. Оны айтардың алдында, ұсыныстың алдында мен айтайын. Әрине, бұл дұрыс емес. Жылда мына бағаның өсу, жанар-жағармайға. Одан кейін бір күлкі болса да айтайын, мен енді бір ойымда болып кетті. Өзі біздің шаруалар 2 мезгіл жаңағы талап етеді дизель отынына. Көктемгі дала жұмысы, одан кейін күзгі дала жұмысы. Соны байқайтынмын, жылда көктемде баға өспейді. Тамыз айында өсетін. Соны ойлайтын, мына қулар әдейі істейді ау деймін. Көктемде мына шаруаларға жағдай берейік, егін егі басын. Күздің күні бағатын өсіреміз, сол кезде жанар-жағармайдың бағасына қарамай болса да сатып алады ғой. Енді еккенін алу керек қой. Көктемде қымбаттатып жіберсек, бұлар екпей қоюы мүмкін деп. Сондай да ойым болады. Қулардың әрекеті. Жоқ, енді сондай ойым болады. Мысалы, неге десеңіз шынымен қулық қой мысалға ой болса. Жоқ, ол менің ойым өзім. Қалжың ретінде де шығар. Мысалы 18 жылы естеріңізге сала кетейін, естеріңізде болса менің есімде жақсы. 1 тамыз күні дизель отынның
1 литрі 160 теңге болатын. 2-3 күннен кейін 200 теңгеге жетті. 25% өсті. Тамыз айында. Бұл жылдан жылға қарай қайтарылып. Бұл әрине дұрыс емес. Ауыл шаруашылығына, басқасына, салаларға, басқасына ол дұрыс емес. Сол кезде мен ұсынғанбыз. Мемлекет қандай қолдау жасайтын шаруаларға, ауыл шаруашылық өндірушілеріне? Жаңағы арзандатылған дизель отынын береміз дейді. Өзі Қазақстанның ауыл шаруашылығына жылда керегі мөлшерімен 800 мың тонна дизель отыны. Бүкіл ауыл шаруашылығына. Енді жаңағы 0,8 коэффициенті бар, жаңағы қысым мен салмақтың ортасында, сонда 1 миллиард литр бұл керегі. Бір жылда. Ол көп өзгерген жоқ. 2002-2003-тен бері солай. 760 мың тонна, 770 мың тонна, кейбір жылдары 830 мың тонна сұрайтын ауыл шаруашылығы. Енді орта есеппен 800 мың тонна. Бұл ешқаш өзгерген жоқ. Міне 20 жылдың ішінде мен айтып отырмын ғой. Бірақ баға не үшін өсетін жылда? Менімше, мынау саудагерлік күтім болады. Бұл енді экономикаға сәйкес келмейді. Не үшін? Наурыз айында ауыл шаруашылық министрлігі үкіметке барады. Үкімет энергетика министрлігін шақырады. Сөйтіп ұшақтап отырып, жаңағы 800 мың тоннаны бөледі. Енді көктемгі дала жұмыстарына 450 мың тонна, күзгі дала жұмыстарына 350 мың тонна, жылға 800 мың тонна. Сөйтіп ана облысқа пәленше тонна, сен ана зауыттан аласың, сен Шымкенттен, сен Павлодардан, сен Атыраудан. Өйстіп біз арзандатамыз, пәленшемен береміз. Әңгіме туады ғой. Содан әңгіме туғаннан кейін мына нарықта жүрген адамдар ойлайды: ауыл шаруашылығы 800 мың тонна жанар жағармай алайын деп отыр екен ғой. Неге біз бағаны көтермейміз? Неге пайда таппаймыз дейді. Міне саудагерлік күтім деген осы. Шынайы келетін болса, ол 800 мың тонна қосымша тұтыну емес. Ол өзі жылдағы сол. Ол егер ана әңгіме болмаса, баға да өспес еді. Сондықтан мен айтатыным, екінші, бұрын мысалы 40, 30, 50 теңге тұрған кезде жаңағы арзандатылған дизель отынның бағасы енді кемінде 10-15 теңгеге арзан берілетін. Мысалы жанар жағармай станциясында 40 теңге болатын болса, фермерлерге 30 теңгемен берілетін. Ол көмек 25% салмақты болып көрінетін. Қазір 230 теңге орта бағасымен жанар жағармай станцияларында болса, фермерлерге ауызша шенеуніктердің айтуымен 204 теңге, ал енді анау-мынаумен 210-220 теңгемен барады. Арасында 10%. Ал 200 теңгенің 10 теңгесі қанша пайыз болады? 10 теңге арзандатылады. Сонда 5%. Ол енді ешқандай көмек ретінде емес. Одан кейін бұның сыртында коррупция көп болатын. Ешқандай механизм жоқ, ереже жоқ. Облыс ауыл шаруашылығы басқармасы жаңағы оператор таңдайды, ол қалай таңдайды, қандай критериймен таңдайды, қандай талап бар, ереже жоқ. Өзіне ұнағанын, ұнады деген енді түсінесіз. Одан кейін ауыл шаруашылық бөліміне барады, аудан әкіміне барады. Сол кезде жаңағы фермерлерге таратылады. Ауыл қай фермерге береді? Қандай талап бар, қандай критерий бар, ереже жоқ, өзінің ұнағанына таратады. Сосын мен айтамын, енді ұнады деген сөз белгілі ғой. Егерде ұяты болса, ол жаңағы оператордан, не мына жақтан фермерден айтады: мен саған қазір арзандатылған дизель отын берем. Сен рахметің есебіңде мына мектепті жөндеп бер, балабақшаны жөндеп бер дейді. Ұяты болса, ұяты жоқ болса, мына қалтама сап бер дейді. Міне коррупцияның жолы. Сондықтан мен айтатыным, одан да осы жақтан, Астанадан, ауыл шаруашылық министрлігінің тарапынан бірден дизель отынын арзандату керек, ақшалай. 200 теңге литрі тұратын болса, 50% арзандату керек, 100 теңге болсын шаруаға. Ол үшін жаңа айтып кеттім ғой, 800 мың тонна литрге шақсаңыз миллиард, 100 теңгеден 100 миллиард теңге. Мемлекетте ондай ақша бар. Мына тиімділігі өте төмен басқа субсидия түрлерін орнына осыны берсе, сонда шаруаның қолына түбінде дизель отын 100 теңгемен барады. Ол кезде тағы да шетелдерге алып кетпей ме біздің бүкіл? Жоқ, жанар жағармай станциясында қай баға болса сонша болсын, шаруаға сөйтіп берейік. Мысалы деймін,
Одан кейін тағы да бір жаңағы қазіргі арзандатылған дизель отынның бір несі қисықтығы, механизмнің бір қисығы. Жаңағы оператор облысқа алып келеді дизель отынды, ол аппарат ауданға алып келеді, ауданға алып келеді, айтады, ал мен әкелдім, тезірек сатып алыңдар, тезірек алып алыңдар, анау мынау. Көктемгі кезде қай шаруа қожалығында ақша бар сатып алу үшін? Ірі шаруашылықтарда ғана. Одан кейін оны сатып алғаннан кейін бір жерге апарып құю керек. Кімде қоймасы бар? Ірі шаруашылықта. Ол бір 10-15% шаруа қожалықтар. Қалған 80-90% майда шаруа қожалықтары, ол дизель отынның иісі де бармайды мұрнына. Мені мен айтып отырмын. Ал егерде жаңағы мен айтып отырған механизммен тікелей субсидия болатын болса, мысалы, шаруа қожалығы тіпті одан кейін тағы бір несі, көктемгі дала жұмысының алдында ғана емес, күзгі дала жұмысының алдында ғана емес, 12 ай арзандату керек. Қысты күні қар тоқтату бар, жаздың күні шөп шабу бар. Сол жұмыстарға неге бермейміз арзандатылған дизель отын? 12 айда, мысалы, шаруа қожалығы өзінің ауылының ішінде жанар жағармай станциясында, сол станцияда бар бағанмен алса саларкен дизель отын. Содан кейін ай бойы жинап, чектерін жинап, ай бітті ме, аудан әкіміне апарып беріп, мә, мен 2 тонна жанар жағармай алдым, дизель отын 200 теңгеден, мысалы 1 тоннасын алдым, 200 мың теңге, маған 100 мың теңге субсидиямды бер. Сонда ол 100 мың гектары бар агроолигархты алады, 10 гектары бар майда шаруа қожалықты алады субсидиясын. Мені менің айтып жүргенім осы. Енді мына дизель отынның бағасын тұрақтандыру үшін мен былтырда бұл осы әңгіме басталған. Сол кезде мен айтқам, мені ұсынғам. Бұны тоқтату тек қана мына экономика жолымен. Нарық заманында өмір сүріп жатырмыз ғой. Жаңа мен айттым ғой, 7,5 мың километр, 7,5 мың километр, 100 метрге бір солдат қойсаңыз да, кемінде бір 750 мың солдат керек. Шекараны жабу күзету мүмкін емес. Сондықтан мен айтқам, одан да бағаны біріктірейік, ең құрман Ресеймен 450 теңгеге дейін. Ол үшін не керек? Ол үшін 200 теңге акциз кіргізейік. Мына дизель отынына. Сонда Қазақстанның ішкі нарығында баға 450 теңгеге барады дизель отын. Бүгінгі 200. Әрине, сыртымнан қазір ұрсып шулайтындар да болады шығар. Бірақ дизель отынды 90-95%-дан тұтынатын мына ұйымдастырылған нелер. Ауыл шаруашылығы 1, мына КТЖ 2, тасымалдау 3, одан кейін тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы 4. Осылардың барлығын жаңағы өткенде энергетика вице-министрі Ақшолақтың айтуы бойынша біздің нарық 5,5 миллион тоннаға жетіпті, мына дизель отынмен. Осыдан 2 жыл бұрын 4,5 миллион тонна болады. Міне көрдіңіз бе? 1 миллион тоннаға соңғы 2 жылда өскен. Бұл сұраныс көбейіп келеді. Бұл 1 миллион тоннаға көбейтті. Ол 1 миллион тонна ішкі нарыққа қосылған жоқ. Еш нәрсе қосылған жоқ. Ол біз өндірдік те арзан бағамен Ресейге бердік. Или Өзбекстанға бердік. Ал егерде жаңағы болатын болса, жарайды 5 миллион тонна дейік, 200 тонна акцизді қоссақ, 1 триллион теңге ақша жинаймыз. Бюджетке сол 1 триллион теңге толығымен субсидия ретінде ауыл шаруашылығына берейік, толығымен тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына берейік, толығымен КТЖ жаңағы локомотивтерге неге берейік. Сонда Ресейге, Өзбекстанға дизель отыны кетуі тоқтайды. Баға бірдей болса. Сіздің айтуыңызша, мынау қарапайым ғана, мысалға механизм. Математикада бәрі қарапайым. Неғып оны қолға алмасқа, мысалға сіз олған емес, мысалы талай жобаны ұсынасыз. Мен былтырда айттым осыны. Былтыр бірінші рет осы ұмытпасамыз көктемде ме, жазда ғой деймін. Осы дизель отын, тамыз айында, қайтадан күзгі дала жұмысының алдында баға өседі. Неге өседі? Ресейге кетіп жатыр, Өзбекстан. Сол кезде мен ақпаратты жинап, жаңағы Өзбекстанда қанша баға, Ресейде қандай баға, Қырғызстан, жаңа өзіңіз айтып отырсыз. Көрдім оны мен барлығын. Біз осы дизель отынның бағасы арзандығынан біз дүние жүзінде 16-шы орында екенбіз. Жаңа Араб елдерінен кейін, Ливиядан кейін, басқасынан кейін біз тіпті бір шіріп атқан араб мемлекет сияқты екенбіз. Өте арзан бізде дизель отын. Әрине, біреулер айтуы мүмкін біздің табысқа сәйкес. Келісемін. Енді сол үшін біз өзіміздің байлықты арзан бағамен көршілес мемлекетке таратамыз ба? Нарық жағдайына келуіміз керек дейсіз ғой. Жаңағындай айтып отырмын ғой, 200 теңге акциз кіргізсе, ол 3 зауыт бақылауды жеңіл, 3 завод, Шымкент, Павлодар, Атырау, өндірілген өнімін
зауыттан шығарар кезде әр литрге 200 теңге акциз мемлекетке қосымша салық ретінде төлесе. Мен сізге айтып отырмын ғой, 5 миллион тонна 200 теңге көбейтіңіз, 1 триллион теңге бюджетке түседі. Сосын соның жартысын тіпті өзіміздің әлеуметтік проблемаларға, мектеп салуға, балабақша салуға, үй салуға жаратайық, қалған жартысын ауыл шаруашылыққа, КТЖ тасымалдау компанияларына, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына субсидия ретінде таратып берейік. Басқа жолы жоқ. Осы жанар жағармай тақырыбын қозғай берсек, ол таусылмайды. Таусылмайды. Өте багаж үлкен сондай. Сондықтан мен ет тақырыбын өткім келіп отыр. Өзіңіз білесіз, бізде ет тұтыну халқымыз жақсы көреді, бірақ соңғы мәліметтер бізде тұтыну көрсеткішінің азайып бара жатқанын көрсетіп отыр. Неғып біздің шаруаларымыз өндіре алмайды? Әлде өндірген нәрсесі текке кетіп жатыр ма? Бұл тағы да жүйенің жоқтығы. Кешенді жүйелі қарау керек. Мен бір нәрсені айта кетейін, қосымша бүкіл сұрауыңызға жауап берердің алдында. Біз қазақ кейде мақтанамыз. Қасқырдан кейін екінші біз дүние жүзінде ет жеумен деп. Жаңағы қазақпыз. Жоқ, олай емес. Біз екіншіде емес, тіпті бесіншіде емес, біз одан төменбіз. Мен мысалы 2008-де Аргентинада болдым. Ол кезде Қазақстанда адам басына біз 45 килограмм ет жейтіміз. Бүкіл түрін қосқанда. Құс еті, қой еті, жылқы еті бәрін қосқанда 45 килограмм. Аргентинада ол кезде 90 килограмм жейтін, бізден 2 есе көп. Адам басына шаққанда. Адам басына шаққанда. Сондықтан о жағынан олай емес. Тіпті өкінішке қарай мен айтайын, осы аудандарда, ауылдарды аралап жүрем. Кейбір ауылдарда бір жанұяларды көрдім. 2 ай, 3 ай ет көрмеген. Ауылдық жерде қазіргі жағдайдың қиыншылығын көрсеткім келіп отыр мен. 2 ай, 3 ай жеме. Ал егерде мына ет шаруашылығына келетін болсақ, бұны да жүйелендіру керек. Тағы да мына объективті түрде қарау керек. Әрине бір пысықтар, анау білесіз ғой, әлгі жобаны ұсынған кезде, бастаған кезде мына 60 мың тонна Ресейге көшіреміз деген, тек қана ірі шаруашылық болу керек, тек қана ірі мал бордақылау болу керек, анау деп. Мына біздің ауыл шаруашылығында өте көп үлесін майда шаруашылықтар алады, оның бәрін жою керек. Тіпті ауылдық елді мекендерде артық адамдар тұр, олардың бәрін көшіру керек дегендей, енді миға сыймайтын нәрселерді айтатын. Сонда мен айтайын, объективті түрде қарау керек. 80% малдың басы отбасылық жана қосалқы шаруашылықтар мен майда шаруа қожалықтың қолында. Ол дегеніміз жаңағы шаруа қожалық болып тіркеліп, салық төлеп отырып, қолында 30 сиыр бар, 50 сиыр бар, 100 қой, 200 қой бар мысалы. Енді қойдың саны келеді 100-200 көп деп көрінетін шығар. Мен естеріңізге сала кетейін. Совет одағы кезінде стандарт бойынша бір отар қойыңыз 600 сиыр болады, 600 қой болатын. 600-ге де жетпейді. Сиырдың саны жаңағындай. Тіпті мен айтамын, қосалқы шаруашылықтардың кейбірлері майда шаруа қожалықтардан ірі, кейбір ауылдарда көреміз ғой. Ол шаруа қожалығы емес, дәнең етпес, қорасында 50 сиыр ұстап асырап отқан мысалы, бағып отқан. Осының бәрін еске алып біз жүйелендіруіміз керек. Одан кейін мен тағы бір нәрсе айтам, бізде өкінішке орай мына ет нарығында нарық заңы емес, базар заңы. Адам малын ұстап отырып, жаңа базардың бағасына қарап отырады. Баға өсті ме, барып сояйын, өткізейін. Мына жүйелі түрде 10 күнде бір мал сойуым керек апарып, 15 күнде бір нет, жүйелі түрде бұл жоқ. Осының барлығын ұйымдастыратын, осының барлығын жасайтын кооперативтер. Қолынан келеді, мүмкіншілік бар. Одан кейін бұл тек қана бұлай ғой, нарық заманы болғаннан кейін екі жақ сәйкес жұмыс істеу керек. Бір жағынан ұсыныс товар өндірушінің есебінен, ал тұтынушыдан сұраныс. Тек қана мынау ғана ұсынбау керек, мынау да сұраныс болу керек. Әлгі шан сорғыш бар ғой? Сол сияқты өндірілген өнімді сорып алу керек. Мен сізден сұрағым келіп отқаны, қазір мына делдал дейміз ғой? Дүкен мен өндіруші, яғни шаруаның арасындағы делдалдар бар ғой бізде. Үлкен мәселеге айналып тұр. Біз оны ылғи айтып жүрміз. Оны біздің шенеуніктерде, шаруалардың өздері сізде бәрі жақсы біледі. Әмбеге белгілі. Бірақ содан арыла алмай келе жатырмыз да. Ондай қызметтің болған дұрыс былай бір жағынан. Бірақ олар өте орасан зиян келтіріп жұмыс істейді. Әрине. Содан неғып арыла алмаймыз біз? Мен сізге айтайын,
Менің бір танысым бар, осы етпен айналысатын, көп жылдан бері айналысатын. Осы бір жыл бұрын кездескенімде, 2 жыл бұрын өзінен сұрағанымда сондай төке деді. Шынын айтайын деді. Мына Астана қаласының шетіне келген өнім, ауыл шаруашылығы, көкөніс болсын, ет болсын, базардағы сөреге жеткенше, мына қаланың ішінде, сыртында емес, 3 қолдан өтеді деді. 3 қолдан. Әрқайсысы ең кемінде 20% қосады. Сонда баға 2 есе қымбаттамағанда не істейді деді. Соны сізде мысалға жоғарыдағыларды бәрі алақандағыдай көріп отыр ғой мысалы. Менің ұсынып отқаным бір 2-3 ауданды алып осы Астананың маңайында. Жаңағы 10-15 ауылдық елді округтары бар. Солардың бәріне кооператив құрып, сол әр ауылдық елді мекеннің жанында жаңа мал бордақылау алаңын салып. Мысалы мен сізге айтайын, осы Ақмола облысы, Қарағанды облысы, Павлодар облыстарында ауылдық округтардың орташа есеппен бір ауылда 1000 адам тұрады. 1000 адамның қолында 1000 сиыр бар. Ол ақпарат менде бар. Бүкіл ауылды басымен, аудан басымен. 1000 сиырдың 800-і бұзауласын. 800 бұзаудың жылына 400 еркек бұзауда, 400 ұрғашы бұзау. Сол 400 еркек бұзауды жылда 1 шілде, 1,5 жылдан кейін, жаңа мен айтқандай, ауылдың сыртына мал бордақылау алаңына апарса, бордақылауға. Сөйтіп 7-8 айдан кейін базарға апарып өткізсе, мен сізге айтайын, 400 бұзауыңыз бір ауылдан шыққанда 200 килограммнан сонда қайша 80 тонна болады. Бір ауылдан. Ал енді бір ауданда 10 ауыл болса 800 тонна. Ал бір 5 аудан алсаңыз 4000 тонна ет. Астанаға ең қымбатшылық кезі 3 ай. Еттің, наурыздың ортасы мен маусымның ортасы. Осы 2 арада еттің қымбаттайтын кезі. Неге екенінде бұны мен талай рет айтып шыққам. Наурыздың ортасында неге ет қымбаттай бастайды? Соғым бітеді. Қыстан шығып келе жатқан мал әлі арық. Марқа піскен жоқ. Сұраныс көбейеді, ұсыныс жоқ. Көбеймейді, сұраныс өз бетінде қалады, ал ұсыныс жоқ. Одан кейін 15 маусым, енді мен жобалап айтамын, маусымның ортасында баға неге төмендей бастайды. Біріншіден марқа пісе бастайды. Енді 6 ай болып қалды, қазақ 6 айында марқаны жеген. Көкөніс пайда болады. Сүт өнімдері пайда болады. Неге десеңіз, 1 мамырдан бастап сүт жинай бастаймыз біз. Одан кейін тағы да бір өте маңызды бір себеп. Күн сүй бастайды. Етті көп жегенге келе қоймайды. Сонымен еттің бағасы түсе бастайды. Міне 3 ай. Мен соны айтып отырмын. 15 наурыз бен 15 маусымның арасы. Бір жылдық тұтыну көлемін 4-ке бөліміз осы 3 айдікі. Астанаға 3 айда керегі 6000 тонна ет. Мен жаңа айтып отырмын. 6000 тонна етті бір ауылдан 80 тонна. Не бізде осы жалғыз Ақмола облысында 200 елді округ бар. Ауылдық елді округ бар. Ауылдық округ. Біз 200 емес, 80-іне осындай мал бордақылау алаңын ашсақ, 80 тоннадан 80-і берсе, 6400 тонна. Міне Астананың ет мәселесі шешу жолы. Кооператив құрып, жаңағындай ауылдың халқы да пайдалы болады. Ақшасы көбейеді. Жаңа ділдалдарды жоғалтып құртамыз. Базардың да бағасы тұрақтанады. Бірақ бұл жерде тағы бір нәрсе бар. Бірінші жаңа ауылдық кооперация, ол жаңағы инфрақұрылым, қызмет көрсету саласы бір. Екіншіден жаңағы сату жүйесі, ол егерде кооператив болатын болса, мына жерде әлгі былтыр алдыңғы жылы басталған әңгіме, мына сауда министрлігі әлгі көтерме үйлестіру орталықтары. Өте дұрыс жоба, өте керекті жоба. Бірақ мен неге қарсы шықтым оған? Сіз емес, соған біраз адам қарсы шықты. Бірінші бастаған мен. Неге? Дұрыс жоба. Бірақ осы бізде бір қалыптасып кеткен Қазақстанның шенеуніктердің ортасында бір жүйені қолға дұрыс алады, мәселені бәрін дұрыс ашады, бірақ бастаған кезде түбінен бастайды. Ана үйді салған кезде шатырдан бастағанмен бірдей. Фундаменттен бастамайды, шатырдан бастайды. Мысалы, ана көтерме үйлестіру орталықтар ең соңғы звено. Ана тұтынушының алдында. Ал ең бірінші біз мына жақта ауылда майда шаруа қожалықтарындағы бар малды, отбасылық шаруашылықтарда бар малды жинап әкелуіміз керек. Жаңағы ауылдың жанындағы шағын бордақылау алаңы, кооператив құруымыз керек, сөйтіп қаланың жанына әкелгенде міне сол кезде керек болады.
Жаңағы бұрынғы әлгі 13, 14, 15 жылдағы ауыл шаруашылық министрлігінің басшыларында мал бордақылау алаңы дұрыс жоба. Ресейге говядинаны, сиыр етін сату ол да дұрыс. Бірақ біріншіден ембіш Қазақстанның ішкі нарығын толығымен қамтамасыз етіп алу керек. Екінші, қайтадан мал алаңын салу ол соңғы. Ең бірінші мына жақты жинап әкелу керек. Ол әлгі үйді салып жатқанда жаңа айттым, шатырдан бастайды. Мыналар. Сондықтан ең бірінші осыны әкелу керек. Одан кейін тағы да бір өте үлкен мәселе бұл қосылған құнға салық. Міне осы салық мына көлеңкелі экономикаға бүкіл мына жаңағы ауыл шаруашылығы өнімін сатып жүрген адамдарды көлеңкелі экономикаға итеріп отқан. Одан кейін қайта өңдеу саласының 70% көлеңкелі экономикада, сауданың 70% көлеңкелі экономикада мемлекеттің кінәсі. Мен тікелей айтам. Мына қосылған құннан, салықтан ауыл шаруашылығы өнімінің айналымын алып тастамайынша біз бағаны тұрақтандыра алмаймыз. Толығымен босату керек. Мен айтатыным ана сиырдың емшегінен бастап, сүт ақты ма, содан бастап адамның қаладағы тұтынушының аузына жеткенше толығымен босату керек. НДС-ті құрту керек. Ол деген пайда емес па мемлекеттің? Сіз бен біздің жалақымыз емес па? Өкінішке қарай. Біз сол салықты жинаймыз да, шекарада ана экспортпен айналысатын адамдарға қайтарып береміз. Олай емес. Біздің не емес, пайда емес. Ол салықты бәріміз керісінше, бәріміз біз төлейміз азаматтар. Оны кәсіпкерлер төлемейді, шынына келгенде. Біз төлейміз. Неге десеңіз, бала туды ма, бірінші памперс сатып алдыңыз ба? Ішінде НДС отыр. Біз төлейміз. Оны одан кейін барып аптека төлейді, дәріхана. Төлейтін бірінші біз. Тамағыңыз бар, анауыңыз бар, кітап аласыз, киноға барасыз, іс-сапарға барасыз, гостиница неде, отельде тұрасыз, ақшасын, оны ішін бәрінде НДС. Тіпті өлген кезде соңғана кәбетіне дейін барлығының ішінде НДС. Соның бәрін жинаймыз, мемлекеттік бюджетке төлейміз, мемлекеттік бюджет одан кейін экспортерға береді. Экспортер бізде кім? Шетелдік ірі компаниялар. Мұнай, газ, мыс, бұлат. Аға, мына нәрсе айтайыншы сізге, экспортер дегенге қатысты. Бізде мысалы ет сатумен айналысатын дүкендер, қожайындары бір рет былай айтады. Біздің шаруалар, олар ішкі нарықты етпен қамтығаннан гөрі, сондай ішкі нарықтың бағасына сай деңгейде көтерме саудамен экспортқа жібергенді жақсы көреді. Сондықтан біздің ішкі өзіміздің ет жетпейді. Оларға Қытайға, Иранға сатқан әлдеқайда тиімді. Көтерме бағамен, көтерме саудамен. Осыған келсесіз ба? Жоқ, әрине оған да келсем, бірақ соңғы кезде мына Өзбекстанға тірі мал кетті. Оны ет деп есептейді. Ол ет емес, ол тірі мал. Тіпті халықаралық жаңағы есепте ол ет деп есептелмейді. Егер де ет деп есептелсе, біздің тірі мал Өзбекстанға кеткен. Өзбекстанға барып ол бәрібір сойылады ғой. Ол жерде де ет болады. Сонда бір ірі қара мал екі рет ет бере ме? Сондықтан халықаралық есепшілер оны есепке алмайды. Ол тіпті біздің ішкі нарыққа зиян. Кезінде біз субсидиямен анау Чили, Уругвай, Аргентинадан асыл тұқымды деп малдың бәрін әкелдік, одан барып біз субсидия берген малды апарып Өзбекстанға саттық. Қытай дейсіз. Қытайдың өзі, бәрі айтады, бізде 1,5 миллиард халқы бар, жанымызда Қытай бар. Нарық деген керемет, тоқы өндіре бер, анжаққа апарып сата бер. Қытай кез келген тауарды кіргізбейді. Олардың талапы өте қатан. Олар өз халқын өте қатты қорғайды. Халқының, адамдарының, азаматтарының денсаулығы. Оңайдан оңай кіре алмайсың Қытайдың нарығына. Дәл сонда Иран. Иран айтады. Араб елдері де айтады. Қытай да айтады. Әкел дейді. Бірақ ана өндірілген өнімінің сапасы, өнімнің адамның денсаулығы мен өміріне қауіпсіздігі біздің талапқа сәйкес келсін дейді. Біз соған жеткізе аламыз ба? Жеткізе алмаймыз әзірше. Жаңағы кооперация болмай. Кооперацияның жанында сапалы тыңайтқыш, мал басы, білім беру, басқасын ұйымдастырмайынша біз оған жете алмаймыз.
Жаңа сіз ауылдың мәселесін жақсы айттыңыз. Пилоттық жобаларыңыз бар. Сосын ауылдарда кооперацияларды қалай ұйымдастыруға болады? Сіз осы ауыл мәселесін енді алғаш бұрыннан көтеріп келе жатсыз ғой, алғашқы осы салаға кіргелі бері президентке кандидат болып түскен кезде де осы мәселені жақсы көтергенсіз. Сол айтылғанмен сөз жерде қалып келе жатқан сияқты. Неғып бізде осы мәселелер билікке жетпейді, немесе олар қабылдамай ма сіздерді? Енді іске асырусыз қалды да, мысалға? Иә, мен де осыны қатты уайымдаймын. Енді мен мысалы мына кооперация мәселесін ғана көтеріп келе жатқаныма, енді орта есеппен 15-16 жылдан бері 7-8 жыл болды. Бір қуандырғаны Асқар Мырзахметов ауыл шаруашылық министрі болып келіп, бірақ ол кісінің өзінің де көзқарасы сондай болатын. Ол оңтүстік Қазақстан облысында тура осындай кооперацияны іске, сол екеуміздің Қайрат Айтуғанов үшеуміздің көзқарасымыз бір жерден шықты да, сөйтіп бағдарламаны әзірлеп, міне Қуаныбек. Өкінішке қарай бір жылға жетпей бас ауысты да бәрі қайтадан керісінше кетті. Енді көзқарас әртүрлі. Біреулер өзінің пайдасын ойлайды, өзінің жаңағы пайда табуын ойлайды. Біреулер білмегендіктен жасайды. Енді ауыл шаруашылықтың өзі ерекшеліктері өте көп қой. Оны түсіну керек, білу керек. Енді жаңа айттым ғой. Ауыл шаруашылықтың басшылығында жүрген адамдар, мысалы, қазір ауылда 8 миллион халық бар, ауыл шаруашылығымен айналысу үшін 2 миллион халық жетеді, 6 миллион адамды көшіру керек деген әңгімеде болды. Осында 15 жылдар, 16 жылдар. Ол ана Хрущевтің кезінде емес тіпті. Қазірде мысалға министр отыр ғой, Ербол Қарашөкеев. Ол кісіде мысалға елдің алдында, журналистердің алдында саланы жетік білетін маман ретінде көрінеді. Біз де солай қабылдаймыз. Неғып қазіргі сіздер нарықтың бел ортасында жүрген, саланы жақсы меңгерген өкілдерсіздер. Неғып сіздермен осы мәселелерді талқылап ары қарай аяғына жеткізбеске, жобаларды қолға алмасқа? Шыны керек, мен енді өзімді бір 4 айдай ма кеңесшісі болып істедім ғой. 2021 жылы, ұмытпасам 11 шілде күні бұл кісіні министр қылып тағайындады. Сол күні ме, ертеңіне ме мен әлеуметтік желіде, Фейсбукта пост жаздым. Біріншіден өзім құттықтадым, екіншіден өз ұсыныстарымды жаздым. Мен енді Ербол Қарашөкеевті шыны керек 2007-тен бері танимын. Екеуміз қатар жұмыс істегенбіз. Мен мысалы Казагроинновация аграрлық акционерлік қоғамын басқардым, бұл ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қорын басқарды. Екеуміз тіпті қатар отыратынбыз. Ауыл шаруашылық министрлігінің аппараттық мәжілісінде. 2019 жылы мені жаңағы ұлттық аграрлық ғылыми білім беру орталығының басқармасы төрағасы қылды. Ербол Қарашөкеев Қазагро холдингінің басқарма төрағасы болды. Онда да жиі кездесіп тұратынбыз. Айттың жаңа көзқарасы, өзі кездесейік, мен келейін, сіздің жасыңыз үлкен деп жаңағы ақылдасайық, келісейік, мына Қазагроның беретін несиесінің 10%-ын ғылым арқылы берейік деп. Тіпті керемет ұсыныс болды, жақсы болды. Сол мен де ұсыныстарымды беріп жазған. Ол кісі шақырды, біраз сөйлестік, одан шақырды, кеңесші болып келіңізші деп жібардым. Бір 3-4 айдай жұмыс істедім, бірақ жаңағы айтылған, берілген нәрсе бәрін түсінетін сияқты. Мына жаққа барады, ол жақ қолдамайды, қайтып келеді. Ана жаққа барады, қолдамайды. Ал ертең халық өйтіп ешкіммен нетпейді ғой. Күтіп отырмайды ғой. Жоқ, жаңағындай кім кінәлі, кім кінәлі емес. Енді мен өзім түсінемін, мен партияда жүрмін қосымша. Ертең сайлауға баратымды білдім. Ертең кез келген ауылға барсам, ертең айтады ғой, сен өзің отырсың ғой, министрдің кеңесшісі. Неге іске асырмайсың? Содан кейін кешірім сұрадым да, өзім тамыз айының басында бардым, январдың ортасында жұмыста шығып кеттім. 2022 жыл. Ол тек өзіңіздің ары қарайғы жоспарларыңызға ғана қатысты. Енді айтылды, жазылды, ұсыныс берілді, кеңес берілді, мысалы, енді кеңесші болғаннан кейін. Бірақ оның барлығы іске аспайтын болды. Тіпті субсидиялау жүйесінде қайша айттық. 50-ге түрлі жақын субсидия түрі бар. Шаруа қожалықтардың көбісі шатасады. Қайсысы қай жерде. Оның әрқайсысына құжат жинау керек. Басқасы. Одан кейін ол тікелей мына ауыл шаруашылық өнімінің көлемі мен сапасына әсері жоқ. Тиімділік өте төмен. Содан кейін жаңа мен бір жолдасым айтатындай, ауыл шаруашылық субсидиясының арқасында ауыл шаруашылықтан көріп отқан пайданы сол ауыл шаруашылық манайында жүргеннің бәрі пайдасын көреді, тек қана ауыл еңбеккері ғана көрмейді деп. Жаңағы тыңайтқышқа субсидия кіргізсе, тыңайтқыш қымбаттайды.
пестицидқа инвестиция кіргізсе, пестицид қымбаттайды. Тіпті техникаға субсидия жасаса, техника қымбаттайды. Сол біз ұсыныс бердік. Одан да жаңағы өндірілген өнімге тікелей субсидия беру керек. Фермердің өзіне. 10 тонна өндірдің бе, мен 10 тоннаға субсидия. 100 тонна өндірдің бе, мен 100 тоннаға субсидия. Енді айырмашылығы жоқ, ол әйтеуір ақшасын алса болды ғой, субсидиясын. Одан кейін ол ақшаға ол тыңайтқыш сатып ала ма, пестицид сатып ала ма. Енді ол ертеңгі күнін ойласа, ана өндірілген өнімнің көлемін көбейтемін десе, әрине ол тұқым сатып алады, сапалы тыңайтқыш сатып алады. Біздегі өзіңіз сөз арасында айтып кеттіңіз, Аргентинаға барған сапарыңызды жаздыңыз да ол туралы. Қызық мәлімет көрдім да ішінен. Ол жақтағы мынау ғылыми орта мен біздегі ғылыми орта екі жүйенің екі түрлілігін. Бізде керісінше. Оларда 4-ақ ғылыми зерттеу институты бар. Бізде есесіне 23. Оларда білім тарату орындары көбірек. Бізде 6-ақ. Осыны түсіндіріп бересіз бе? Сіз мысалға осы ғылыми ортада жүрген адамсыз, жақсы білесіз. Неғып осыны біз жөндей алмадық? Неғып біз кері қарай жасаймыз статистиканы? Аргентинаға 2008 жыл барғанда, жаңағы ең бірінші жаңағы менің аңғарғаным бұл мына ғалымдардың жетістіктерін өндіріске енгізу. Сол жүйесі өте дұрыс қалыптасқан. Бізде өкінішке орай, мен былай да айта кетейін, біз енді 31 жыл болды тәуелсіздік алғанымызға, 31 жыл болды нарық экономикасына ауысқанымызға. Бірақ ғылымда осы күнге дейін Совет кеңес заманының жүйелері қалып қойған. Жаңағы қаржыландыру жүйесі, одан кейін жаңағы ұйымдастыру жүйесі, ғылымда. Сол бетімен қалып қойған. Сол бетімен осы күнге дейін басшылар бірінші жаңағы ғалымдардың өздеріне тиіседі. Неге енгізу жұмыстарымен айналыспайсыңдар деп? Ол ғалымның міндеті емес. Ғалымға Құдайға шүкір жаңағы айтып отырмын ғой, біз енді 21 ғасырдың 4-тен бірін өттік қой енді. Қазір әр адам өзінің нәрсесін жаңағы арнайы жұмыспен айналысу керек. Жаңағы специализация дейді ғой, сол сияқты. Ғалыммен жұмыс істесін. Тіпті бұлайша келсе айтайық, Димаш Құдайберген өзі сатып жүрмейді ғой билеттің концертіне. Оның өзінің продюсерлері бар, продюсерлер ұйымдастырады, билет сататын басқа, мынаны істейтін басқа, солай емес пе? Демек ғалымда тура сондай творчествоның адамы. Оған рахмет айту керек, басымен бірден ойлап тапқан. Оған да жаңағы мен айтқанда ауыл шаруашылығына сияқты инфрақұрылым керек, қызмет көрсетеді. Жаңағы ашқан жаңалықтардың барлығын өндіріске жеткізетін. Кім жеткізіп беру керек оны? Жүйе. Осымен ұлттық аграрлық ғылыми орталық айналысу керек. Бірақ мен өзім 2 рет айналыстым, осымен Қазагроинновацияны бір құрдым, аштым, нанотспен бір айналыстым. Ортада осы түсінбейтін бір басшылар кірісіп кетеді. Бір жағынан жай қатардағы акционерлік қоғам ретінде көреді, әкел пайданы табайық. Жай мемлекет үшін. Ғылымнан пайданы күтіп керек жоқ, өзінен тікелей. Әр қарай, мысалы, өндіріске жеткенде әрине пайдасы өте зор ғылымның. Ал күнделікті жаңа ғылыми зерттеу институты бір мұнай сатып отқандай мекеме сияқты көруге болмайды. Оның тіпті пайдасы болмауы да мүмкін. Сіз өзіңіз ауыл партиясының мүшесісіз. Саяси науқандарда біраз белсенділік таныттыңыз. Кеше қарап отырмыз, партияларыңыз алғаш рет мәжіліске өтіп жатыр. Мен бұлай тарихын қарап көрсем, сайлаулардың. Сонау 2012 жылдан бері қарай бірнеше рет сайлауға қатысты. Ешқандай сайлауды жіберген жоқ. Қатысып келе жатыр, бірақ бірде-бір рет өтпеген. Бұны қалай түсінсек болады сіздің ойыңызша? Бұл ауыл мәселесін ысырып қою емес па? Жоқ. Мен айта кетейін, енді жалпы ауыл партиясы 2000 жылы 30 наурыз күні тіркелген. Осы өткен күндері 23 жыл болды біздің партияға. Бірақ біздің партияның тарихын екіге бөлуге болады. 2015 жылдың тамыз қыркүйек айының аралығында мына біздің партиямыздың жаңа тарихы басталды деуге болады. Басшы өзгерді, одан трансформация жаңағы өзгеру болды. Сол 15 жылдан бері жауап берейін. Бірінші рет біз 16 жылы мәжіліс сайлауына қатыстық. Өте алмадық.
19 жылы президенттік сайлауға қатыстық. 21 жылы 10 қаңтарда өткен мәжіліс және мәслихат депутаттары, онда да өте алмадық. 22 жылы президенттік сайлауға қатыстық, 20 қараша күні. Енді мына кеше 19 наурызда болған сайлауда жеңдік өттік. Бірақ енді саяси партияның тарихы үшін, мысалы, 7,5 жыл деген ол көп емес. Ол халықтың жаңағы жүрегіне жету, өзінің идеяларын барлығын. Сондықтан 7,5 жыл ол көп емес. Біз Қазақстанда жалпы біздің партия ғана емес, мен сіздерге айта кетейін, мына ауыл тұрғындары, ауыл сайлаушыларына біздің бүкіл партиялар жете алмайтын. Енді біздің арнайы Қазақстанның өзі ерекшелігі ғой. Біздің көлеміміз үлкен, 272 миллион гектар, 6000 ауылдық елді округ бар, көбісінде 50 адам, 100 адам, 200 адам тұрады. Соған бармайтын партиялар. Мен сіздерге айтайын, мысалы 50% ауыл тұрғындары болсын, 50% қала тұрғындары болсын. Бірақ өзі дәстүрге айналып кеткен, сайлау күні, сайлау учаскесіне ауыл тұрғындары 95% барады. Қала тұрғындары 50-60% барады. Сонда араластырып келген кезде, ана сайлау урнасында 75% ауыл тұрғындарының дауысы болады. Енді ауыл тұрғындар белсенділігі жоғары. Енді бұл бір тіпті саяси белсенділігі жоғары деп айтуға болмайды. Мүмкіндік бар. Жоқ, біріншіден ауыл кішкентай, халық бірін-бірін біледі. Сонда сен сайлауға бардың ба, бармадың ба деген, бармаса ұят сияқты. Бір, екіншіден ол тағы да бір себеп, көрші қоламмен кездесіп, әңгімелесіп, не болды, кімге дауыс бердің, андай-мұндаймен. Сондықтан ол ауыл тұрғындарының кішкене сондай белсенділігі жоғары. Ортасының өзінің ерекшелігі ғой. Ал саяси партиялар ауылдық тұрғындарға, ауылдық сайлаушылар көп жете алмайды. Біз соған көзіміз жетті де 2009-нан бастап осы жұмысты қолға алдық. Сөйтіп бірте-бірте осыған келдік. Одан кейін енді ауылдық елді мекенде тұратын тұрғындардың көп ішіндегісі жаңағы істейтіндер мына шаруа қожалықтары, заңды тұлғалар, өздеріңіз білесіздер, ол ауылдық аудандардың деңгейінде олардың барлығы жаңа басқару партияның есебінде болатын. Енді әкімшілік мүмкіншілік оларда көп әрине. Енді оларды да түсінуге болады. Олар жаңағы өзінің бизнесін қорғау үшін ана партияда болғанын дұрыс көрді. Қазір әрине кішкене бет бұрылып келе жатыр, бізге де қарап келе жатыр. Ал соған қарамастан, мысалы, біз ерекшелікті айта кету керек. Біз осы 19 наурызға дейін мәжілісте болған жоқпыз. Ол кезде 3 партия болды. Аманат, Ақжол, Халық партиясы. Бірақ 21-ден бастап мен сізге айтайын. 21 жылы 10 қаңтарда сайлау өтті. Мәжіліске өткен жоқпыз. Бірақ мәслихат депутаттардың саны бойынша біз 2-ші орын алдық. Ақжол мен Халық партиясынан озып түстік. 21 жылы жергілікті әкім сайлауы басталды. Сайланған әкімдердің саны бойынша, ауыл партиясының өкілдері саны бойынша 2-ші орынға шықтық. 20 қараша 22 жылы президент сайлауы болды. Ол сайлауда біздің кандидатымыз 2-ші орын алды. Бірте. Енді мына 23 жылы кеше өткен 19 наурызда сайлауда мәжілісте біз тағы 2-ші орын алдық. Ана бұрынғы 15 жылдан бері парламент мүшесі болып келе жатқан 2 партиядан асып түстік. 8 орындарыңыз бар. Иә. Бұлай жетістік. Осы жерде жаңағы бір сөзіңіздің арасында айттыңыз, ауылдағы ірі шаруалар бар ғой. Солар партия мүшелігіне өту мәселесі. Сіздерге қаншалықты олар сенім артады? Жоқ, қазір соңғы кезде әрине, енді жаңағы күнделікті өмірді алайық. Енді әрқайсымыз сондаймыз ғой. Олар жаңағы не үшін біресе ана партия, біресе мына партия, күнделікті күн көріп отырған бизнесін қорғау бір. Екіншіден, ол қай партияның мүшесі сол бір. Енді кез келген партияның несінде жарлығында жазылған бірінші міндеттерінің бірі партия өзінің мүшелерінің құқығы мен мүддесін қорғау. Сондықтан әрине барғысы. Екіншіден, осы партияның атынан, мысалы, аудандық, тіпті болмаса облыстық мәслихат депутаты болса, тіпті жақсы оған. Жаңа қайтадан өзінің ісін қорғау үшін. Енді біз білеміз ғой, біздің қоғамның жағдайын. Мына құқық органдары болсын, басқасы болсын, погон таққандар болсын, қарапайым кәсіпкерден гөрі ана депутат кәсіпкерге көп сөз ауыз аша қоймайды. Сондықтан әрине бізге де бет бұрылып келе жатыр қазір. Әрі шаруашылықтардың өздері. Енді шынын айту керек.
Аға, біраз әңгіменің басын қайырдық. Әрине, ішіңізде әлі одан да 10 есе әңгіме толып жатыр. Бірақ бәрін бір сұхбатта қамту мүмкін емес. Бірақ жекелеген сұрақтар бойынша басын шалып өттік деп ойлаймын. Қолға алған жобаларыңыз іске асуына тілектеспіз. Ауылдардағы пилоттық жобалар әрине жүзеге асса, бізге де қуаныш. Ол үлкен жеміс берсе тіпті керемет. Сондықтан сіздерге тек тілектестік. Ана мәжіліске өткен 8 орындарыңызды тағы бір құттықтап қоямын. Рахмет сіздерге. Амандық болсын, жақсылық. Құрметті көрермен, біздің әңгімеміз осымен тәмам. Алдағы уақытта тағы қандай тақырыптар қызық болады, комментарий ретінде қалдырсаңыздар болады. Сондықтан біздің арнамызға жазыла да жүріңіздер. Амандықта болайық.